керек. Шүкіршілік дейтін сөзді көп адамдар кейде бәрі идеально, бәрі жақсы деп айтады деген сөз деп түсінеді. Олай емес, шүкіршілік бардың қадірін білу деген сөз. Сабыр дегеніміз ақымақтық емес, сабыр деген төзіп беру, шыдап беру деген сөз. Осыдан шыдасақ өте береміз, келе жатсыз, көбейіп келе жатырмыз, қала салдық, аманбыз, саумыз. Я бір қарымайды, бір қолыма құбалақ шөртіп жатқан жағдай жоқ емес. Я жетпейтін нәрсе бар. Сынаған керек болса өкімет әкесіне тантып, мен де сынап бере аламын. Бірақ сынаған кезде өзің отырған бұтақты аралағандан пайдаң не, өзің жерге құлайсың. Мына Абайдікі де ұлы деп айтамыз, неге ұлы деп айтамыз? Өйткені осындай нәрсенің әрбір қақысын біле, былай әрбір енді нәзік бір бұлтарыс қалтарысын білгендіктен айтамыз. Абай айтады, адам баласы бейбіт күнді көксейді дейді. Сол бейбітшілік келсе жоқ жерден іші пісіп пәріздейтін осы қазақтың не сұмдығы бар дейді. Орысшасын айтады, великий Абай говорит, люди ищут покоя, но стоит ему воцариться, как им тут же становится скучно. Хорошо. Почему иной не ценит друга, который живет в согласии, за врага, который кое века его, если у него хоть ничтожную просьбу, он готов отдать жизнь? Почему кого ты считаешь другом, кому ты даришь коня, а он, получив жалкого стрелка от твоего недруга, тут же